Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін таңда біз қазір Дарын онлайн сайтында қалай тапсырма орындау керек, қалай сабақты көру ретін түсінетін боламыз. Енді ең бірінші біз Дарын онлайн сайтына кіріп, өздеріміз тіркелеміз. Сол мен қазіргі таңда уже тіркеліп, дайын отырмын. Енді оны сабақтарын қалай жүктеп аламыз өзімізге? Ең бірінші алдымызда тұрған сабақтар дегенге кіресіздер. Сол жерден өзіңізге қажетті сабақты таңдайсыз, өзіңізге қажетті пәнді таңдайсыз. Мысалы, маған физика пәні 7-ші сыныпта алатын болсақ, ол жерде қазір енді бізге шықты, сабаққа жазылу дегенді басатын боламыз. Енді бізге шықты, пән корзинаға қосылды. Корзинаға өту деген нүктені басатын боламыз. Сол жерден жазылу деген нүктені басамыз. Енді менің сабақтарым деген жерге жаңаға біздің басып алған 7-ші сынып физика сабағы басылды. Енді соған кіретін боламыз. Енді соның ішінде бізде мына пән туралы ақпарат тұр. Пән мазмұны, тесттер, тапсырмалар, пікірлер. Енді пән мазмұнына келетін болсақ. Енді біз қазіргі таңда қай тарауда, қай бөлімде жүрміз? Мысалы, 7-ші сыныпта 5-ші тарау жұмыс, қуат, энергия тарауындамыз. Бірінші механикалық энергия, кинетикалық энергия тақырыбын басамыз. Қазір бізге алдымызға қысқаша сабақты түсіндіру видеоролик көрсетіледі. Бұл жерде сол видеороликті тыңдап, қысқаша түсіндірілген, соны кішкене тыңдап кететін болсақ. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы механикалық энергия, кинетикалық энергия. Жалпы энергия деген ұғым ол жұмыс, қозғалыс деген ұғымдар. Себебі жұмыс Енді осы видеоны сабақты көріп болғаннан кейін сабақты қорытындылау үшін бізге тест тапсырмалар деген бөлімге кіретін боламыз. Астыңғы жағында тест тапсырмалар деп тұр. Тест тапсырмаларына кіреміз. Сол жерде бізге 10 сұрақ береді. Бірінші, бізге м квадрат бөлінген 2 формуласын анықтайтын физикалық шама дейді. Ол бізде қандай формуланы білдіреді? Ол бізде кинетикалық энергияның формуласы. Екінші, дененің массасы және жылдамдығын квадратына тура пропорционал. Шама ол қандай бізде? Дененің массасы және жылдамдығына квадрат тура пропорционал, ол бізде кинетикалық энергияны береді. Механикада энергия неше түрі бар? 2 түрі бар. Кинетика сөзінің мағынасы қозғалыс дегенді білдіреді. Енді энергия ұғымын байланысты ұғымдар дейді. Энергияға байланысты бізде ол жұмыс пен қозғалыс. Енді энергияның негізгі өлшем бірлігі бізге джоуль. Тек қай жағдайда ғана денеде жұмыс істеуге қабілетті? Тек қай жағдайда ғана энергияның бөлінуі дененің механикалық энергиясының өзгерісі атқарылған жұмыстың шамасына тең. Дененің жұмыс істеуге қабілеттілігін өлшемі болып табылатын шама ол бізде энергия. Енді осымен орындаған тапсырмамыздың қорытындысын көру үшін жауап беру деген жерді басатын боламыз. Сізге жауап беру.
Siz bарлық жауапқа жауап берген жоқсыз дейді. Бәріне жауап бердік. Ал енді қараймыз, сонда бізде механикалық энергия, кинетикалық энергия тақырыбындағы барлық сұраққа дұрыс жауап беріп, ұпай саны шығатын болады. Енді тапсырманы өту дейді. Енді ары қарай біз тесттен кейін тапсырмаға көшетін болсақ. Бұл жерде бізде 600 килоджоуль энергияны бізде тапсырмалар 2 деңгейден тұрады. А деңгейі, үш деңгей бойынша бізге есептер берілген. Бұл жерде ең бірінші есепте бізде ол 6 тапсырма берілген. Бірінші есепте 600 килоджоуль энергияны қабырғаға өлшем бірлігіне келтіріңіз дейді. Енді мына жерге сан мәнін жазатын болсақ, бізде жауабын жазамыз. Сонда бізде 6 көбейтілген 10-ның кило деген 3 дәреже, 2 дәрежесі бар, онда бізде болады 10-ның 5 дәрежесі. 10-ның 5 дәрежесі дәреже жазылмайды екен, немесе былай жазуға болады. 600 оның артына кило 3 нөл болғанда бізге артына 3 нөл жалғаймыз. Онда бізде 60.000 джоуль шығатын болады. 600.000 джоуль шығатын болады. Енді келесі есепте бұны есептеу керек болады. Массасы берілген, жылдамдығы берілген. Соның бізге Союз сериялы ғарыш кемесінің кинетикалық энергиясын табу керек. Оны да оқушылар өздері есептеп, мына жерге сан мәнін жазады. Формула бізде баға айтып кеттік. Кинетикалық энергияның формуласы бөлінген 2. Өстіп балалар өз тапсырмаларын орындап, жауап беріп, қай жерінен қателесті, қай жерінен дұрыс жауап жазды, қанын көруге болады. Осылай әр пәнді өздеріңіз жүктеп көруге болады тапсырмаларды орындауға.